Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Алмас X. Бүгінгі видеода мен қалай 500 кубок жинау туралы айтатын боламын. Енді 500 кубок жинағанда сіздер ең бірінші өздеріңіздің ұнататын бравлерлеріңізді сразу 500 кубокқа жинап тастайсыз. Өйткені сіздер ол адаммен ойнағыңыз келе береді, сөйтіп ойнай бересіз, ұта бересіз, сөйтіп 500 кубок жиналып кетеді, өзіңіз де байқамай қаласыз. Сөйтіп ол бравлермен ойнағыңыз келмей кетеді, өйткені ұтылып қалсаңыз минусы көп болады. Содан ойнағыңыз келмей кетеді. Менде де талай сондай болған. Ал енді сіздер басқа бравлерді көтергіңіз келеді. Мысалға айтсақ, тик, өйткені тик менде мысалы тик Покконың ранктары аз. Енді соларды көтеру керекпін. Енді бұларды көтеру енді өте қиын болады, өйткені бұлармен ойнау да қиын. Қатты мықты да емес. Енді мен соларды көтеру туралы айтатын боламын. Енді мен осы видеода қазір Брок деген персонажбен ойнайтын боламын. Ал ендеше кеттік. Менің тез басалып кетті подбор противниковты. Енді біз бұлмен екеміз. Енді бұл ойында мен неше түрлі кеңестер айтатын боламын. Ой, қаш. Жан жақтан қысып алды. Сосын енді ең бірінші кеңесім ойын бастала салып ортаға бармаңыздар. Мысалы мен сияқты. Қазір ғана ортаға бардым. Жан жақтан 2-3 команда қысып алды. Сөйтіп ұтылып қалдық. Дегенде мен ұтылып қалдым. Енді бұл түрі. Опа, тірілдім деп шықтым. Енді вәше ортаға бармаңыздар. Сол бірінші советім. Тек қана шетте жүріңіздер. Опа, бұл шықты. Қаш. Енді осы бірінші кеңесім болады. Ал екінші кеңесім болса, вәше адамдарға бұлай бара бермеңіздер. Әпсе өліп қаласыздар, ұтылып қаласыздар, яғни. Енді шөптерде тығылып отырыңыздар, сол кезде адам өзі келеді сіздерге. Өмірде азақ қойып тұрады, сол кезде келеді сіздерге. Сол кезде алып аласыздар. Сөйтіп өзін банкларын алып көтеріле бересіздер. Бірақ қазір қысып атыр. Бұл енді болмайды. Енді жаңа крисовать ету туралы екінші кеңесімді айттым. Қазір үшінші кеңесімді айтамын. Не басалды? Ал енді үшінші кеңесіме келетін болсақ, сіздің қасыңыздағы союзнигіңіздің қасыңыздан вәше алысқа кетпеңіз. Әпсе өліп қалуларыңыз мүмкін. Мысалы сіз ана жақтан өліп, ол да ана жақтан өліп, тек қана бірге жүріңіздер. Ешқайда лағып кетіп қалмаңыздар вәше. Тек қана бірге болуларыңыз керек. Не сөйтіп бірге жүру керек тек қана. Но секрет каз. Сөйтіп шет жаққа қашып кету керек. Мұны мысалы шөптерде крисовать ету керек. Сосын достар, жаңа енді үшінші кеңесімді айттым. Тек қана осы досыңыздың қасыңызда жүріңіз, еш жаққа кетіп қалмаңыз. Сосын төртінші кеңесіме келетін болсақ, зона үлкен кезде ғана робот алыңыз. Ал бұлай енді зона кішірейіп кеткенде вәше амаңыз. Ал егер мынау жасылдан уже слишком не болып кетсе, қысып жерсе жерді, қысып жерсе деген енді жер қалмаса, жасылданға өте беріңіз. Сол кезде жаңағы робот басқа адамға барғанда шыға бересіз. Тек енді сөйту керек. Қазір біз роботты ала берейік. Өйткені бізде уже банка көп. Банка аз болса вәше амаңыздар. Осындайлар крисалар келеді. Сөйтіп өліп тастайсыздар. Сосын достар, кімге Брок ұнайды, комментарияға жазып кетіңіздер. Уже ұстадық. Жода біздің уже ұтатымыз анық. Өйткені 20 банка екеумізде. Мен екеуіне өліп тастаймын. Молодец, давай, нормально. Ой, жан жақтан келеді. Енді достар, мен жаңа төртінші кеңесімді айттым.
роботқа вообще бармаңыздар деген сияқты. Бармаңыздар, енді үлкен зонада ғана барыңыздар. Алай кіші зонада вообще бармаңыздар. Міне келді. Мә саған. Міне үштіп ұтып көтесіздер. Қараңыздар, екеумізде де 32 неден. Өте күшті. Мына көтеріп тастадым. Енді мен осы ойында 4 теңге сайттым. Енді осы да жетеді деп ойлаймын. Сосын достар, тағы да қандай жолмен 500 кубокқа көтеру туралы жолдар болса комментарияға жазып кетіңіздер. Енді мен өзімнің келесі видеомды қай күн екенін айта алмаймын, бірақ енді 2-3 күнде болып қалады. Бірақ енді дұрыс анық қанығын айта алмаймын. Міне қараңыздар, менде өте көп сундуктар. Большойдан 4, маленькийдан 28. Сөйтіп міне 7000 кубокқа да аз қалды. Міне менде қазір 6794, енді где-то 200 қалды. Сол кезде Құдай қаласа видеомды түсіретін боламын. Сол кезде открытие сундуков болады, енді көп сундук болады. Қазір міне осыншама болса, сол кезде вообще көп болады. Одан да көп жинап тастаймын, жинауға тырысамын. Енді достар, мен өзімнің 500 кубокқа жеткен бравлерлерім міне осы 5-еуі. Кішкене тамағым ауырып жатыр. Енді осы 5-еуін енді мен ойнағанды жақсы көргем, көп ойнайтын, сөйтіп солар көтеріп тастадым, сөйтіп олармен ойнамын келмей кетті. Енді бұны көтеріп жатырмын, бұл, вольт деп, кольт. Енді соларды көтеріп жатырмын. Енді достар, видеоның соңына да келіп қалдық. Осы видеоны ұнаса лайк басыңыздар. Лайк басыңыздар, сосын любой комментарий жазыңыздар. Сіздерге сосын қандай бравлер ұнайды, соны да жазып кетіңіздер. Мен бәріне де лайк басатын боламын. Сосын жаңа көрген болсаңыз, немесе менің видеомды көріп әлі каналға тіркелмесеңіз, каналға тіркеліп кетіңіз. Ол қызыл кнопка табады, подписаться деген, соны бассаңыз соған алып кетеді. Сосын соның қасында бір қоңырау табады, колокольчик дегендей. Оны бассаңыз сіздер менің видеомды ешқашан өткізіп алмайсыз, сөйтіп менің видеомды ең бірінші көретін боласыздар. Ал енді достар, сіздермен бірге болған мен, Алмаз X, сау болыңыздар.